Мен атым Алтынгүл, компанияда мен 17 жылда жұмыс істеймін. Бірақ натурмен дегенді мен сонша елемей жүріппін енді. Бірақ та менде тамағым кішкене қысатұғым. Түнде кішкене ұйқым кейде бұзылып қалады. Удушение болатұғын. Содан биылға мен полностью скрин жасап, больницаға барсам, дәрігерлер УЗИдағылар бейді, сіздің щитовидкаңыз кішіреп қапты, вот содан сіздің тамағыңыз қысатын деп. Мен ойледім, тамағым ауырады деп жүріп. Оказывается, менде щитовидка екен. Содан натурменді 2 ай подряд манша шайнап жегеннен кейін тексерілсем, менің щитовидкам нормаға келіпті. Біріншіден ұйқым тынышталды түнде. Содан тамағым қыса беретін басылды. Прямо көзім жарқырап, содан 1-2 қызға айтып едім, солар ішіп пайдаланғаннан маған отзывта жазып жатыр. Алтынгүл тәте, щитовидкам нормаға келді дейді. Сондықтан мына қазір мен аузым жаппай тұрған жерімде осы натурменді айтып елге прямо кейбіреуін заставить етіп ішкізіп жатырмын. Жақсы результат болып жатыр.